Бұл не деп ойлайсыз? Бұл жай темір емес. Бұл болашақтың жүрегі. Ойлаңызшы, болашақта жүрегі, бүйрегі немесе бауыры ауыратын адамдар донорды жылдап күтпейді. Үміт пен уақыттың арасында қиналмайды. Оның орнына адамзат электронды адам мүшелерін ойлап табады. Олар бірнеше жыл бойы тоқтамай адамның салауатты өмірі үшін жұмыс істейді. Бірақ бұл механизм өздігінен адам денесіне орнатыла салмайды. Ол үшін арнайы маман қажет. Бұл мамандық хирург-оператор деп аталады. Хирург-оператор роботтарды басқарады. Әр механизмді нақты бір адамның организміне сай етіп баптайды. Сосын робот арқылы операцияны жасайды. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Операцияны робот жасайды. Хирург-оператор тек компьютер арқылы басқару жасап, қажетті параметрлерді енгізеді. Дәлдік миллиметрден де кіші. Қате ықтималдығы минималды. Сол кезде қазіргі таңдағыдай операцияның сәтсіз аяқталуы, адам өлімі азаяды. Арнайы баптаулармен дайындалған роботтарды тек жоғары білімді хирург-операторлары басқарады. Бұл мамандық әлем бойынша дамып, әр елде сұранысқа ие болады. Болашақ өздігінен келмейді. Оны жасайтын адамдар бар. Мүмкін сол адамдардың бірі сен шығарсың. Хирург-оператор болуға дайынсың ба?